Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы таң болсын. Мықты болсаң, еліңдікі боласың. Әлсіз болсаң, келіндікі боласың. Жасыңда байқарың болмаса, қауқары жоқ, не айтары жоқ шал боласың. Жасыңда біліп көріп өссең, бір әулетті билейтін ақсақал боласың деген екен баяғылар. Көрінген сөзді ренжіп көңілімізге аламыз. Не болса соған ренжіп жүреміз. Жарқырап жүрген жігіттің де көміліп жатқан мұны бар. Жарқырап атқан күннің де тас қараңғы түні бар. Бірақ бауырым біліп ал. Жетімде жетіледі, бүтінде кесіледі. Асқақтаған сасық кеуде бір күні өкінеді. Өне бойы тұғырым биік болды деме. Бәйтеректе түбі қара құртқа желінеді дейді кешегілер. Бұны неге айтып отырмын? Сол ауруды өзіміз сол уайымнан табамыз. Кешегі ұлы ғұламалардың сөзіне сүйеніп отсақ, осы ғұламалардың айтқанына сүйеніп отсақ, керемет енді, не деген сабырлы болған. Ұлылардың иығына шық дейді. Сонда әлем сенің табаныңның астында қалады дейді. Осы Мұхтар Мағауиннің сөзі ғой деймін, қателеспесем. Омар Хайямды біреу иттерсін басына қаптатып жатыр дейді. Сен сондайсың, сен бұндайсың, сен оңбағансың, сен маскүнемсің, сен тіпті ұрысың депті Омар Хайямға. Сонда Омар Хайям бетіне қарап күліп тұр дейді, жаңағы адами құқығын таптап жатқан адамға бетіне қарап күліп тұр дейді Омар. Қабылдамай тұр ғой, күліп тұр дейді. Сонда Омар Хайямның қасында бір бай тұр дейді, шіреніп, штырайып киініп алған, қарны кебежедей. Омарға айтыпты: ей Омар, анау сенің адами құқығыңды қорлап тұр ғой, сен неге оған жауап бермейсің депті. Сонда Омар: жүріңіз бізбен үйге жүріңіз депті. Жаңағы байды үйіне алып кепті. Жаңа шіреніп тұрған байды үйіне алып кеп, бір сандықты алып шығып, Омар Хайям сандықты қопарып түбінде жатқан бір жыртық халатты алып байдың бетіне лақтырып жіберіпті. Мынаны киіп көрші, саған тура келе ме екен депті. Сонда бай жыртық халатты қарап тұрып Омарға айтыпты: ей Омар, сенің расымен де ақыл есің аусайын деген екен. Сен қарасайшы, мынау халат маған лайық па? Менің үстіндегі киімдерім қымбат қой. Енді сен маған жыртық халат ки деп тұрсың ба? Мә, өзің ки деп Омардың өзіне лақтырып жіберіпті дейді. Сонда Омар Хайям айтыпты: мені көрдің бе? Сен жыртық халатты өзіңе лайық көрмедің. Мен де оның балағаттаған сөзін өзіме лайық көрген жоқпын. Егерде мен оған қарама-қарсы сөз айтсам, мен оның айтқанын мойындағаным деген екен. Мінекей не деген ғұламалар болған. Тырнама ескі жараңды, ойыңды өзгерт санаңды. Кешегі күнді еске алсаң, көретін күнің қараңғы. Елесін өшір өткеннің, ізіне түспе кеткеннің. Бәрінде кешір сол жақтың, сейлер сонда өкпе мұн дейді ғой. Пақ шіркін, бойымда мінді санасам, тау тасындай аз емес. Жүрегіме қарасам, ине дейін таза емес. Аршып алып тастайтын апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен, Тәңірім салған наз емес дейді. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боласың өлсең дағы. Мендей болу қайда деп мақтанасың. Білімсіздіктің белгісі ол баяғы. Кеше балең,
келдің ғой талай жасқа, көзің жетті бір қалыпты тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың сүйікті құлы бол. Әй, не қызық бар өмірде одан басқа? Не қызық бар? Адамды сүй, Алланың сүйікті құлы бол. Ей, не қызық бар өмірде одан басқа? Ел іргесі аман болсын, деніміз сау болсын, отанымыз тыныш болсын. Күліп жүрейік, күлдіріп жүрейік, күлкі болмайық қазақ елі.